Ал құрметті оқушылар, біз мафия ойын бастап алдық. Ойын шарты мынадай. Ұйықтаймыз. Қалай ұйқыға кетеді? Мен қазір кез келген бір оқушыны түртемін, сол мафия болып саналады. Олай болса оқушылар бастаймыз. Мен өзім жай таңдап түртіп аламын қазір. Жай өзім түртіп аламын. Мен түрткен оқушы мафия орнынан тұрады. Жай бір адамды түртеді. Жай бір адам түртеді, түртесін. Ешкім біліп қоймасын. Жай орнына отырып алады. Бірінші партаға дұрыс отырады, орнына ұйықтайды. Кімді түртті, сол оянады. Кімде ойлайсың? Екі мүмкіндік бар сенің алдында. Екі оқушыны таңдауға рұқсат береміз. Мейіржан кәнім орнынан тұрсыз, Мейіржан. Мейіржан, дұрыс па Мейіржан? Сен түртті ма? Дұрыс емес екен. Отыра ғой, Мейіржан отырады. Сен кімде ойлайсың екінші оқушыны? Дамир кәні орнынан тұрсыншы. Дамир. Дұрыс па тауып қойды ма? Енді сен Дамир бұлай. Сен қара, бүкіл қала оянады. Бүкіл қала Дамирге назар аударамыз. Дамир бізге керемет өлең немесе тақпақ айтып береді, бастаймыз. Жазда апамның аулына деп бастасай. Дамир бастаймыз. Кез келген өлең болса да болады. Кез келген мақал мател болса да болады. Жаңылтпаш та болады, тақпақ та болады. Қазақша өлең болсын, орысша өлең болсын, зарубежный өлең болса да болады. Қандай өлең білесің? Мектептен үйге қайтып бара жатқанда өлең айтасың ғой, Қандай өлең айтып қайтасың? Айтшы кән. Айт. Ал оқушылар олай болса тыңдаймыз. Кереметте өлең айтып берсін, айт. Молодец, Чина братан Чингисхан деді. Ал келесі ойынымыз бастаймыз. Қалай ұйқыға кетеді? Қалай ұйықтайды? Қалай ұйықтайды? Мафия жай оянады. Түртеді. Ұйықтаймыз, бәріміз ұйықтаймыз. Мафияңда қытыр етеген да, аяқ киім. Қарсы дейбіз. Қалай ұйқыға кетеді? Түрткен адам оянады. Кімді түртті, сол тұрсын. Кім түртті деп ойлайсың? Екі оқушыны айтуға болады. Кім түртті деп ойлайсың? Айтсай, сол түрткен болса, сол оқушының атын айт. Айым тұр. Сен түртті ма? Сен түрттің ма? Сен түрткен жоқсың ба? Екінші оқушы кім екен? Неге айтамыз? Айтуға болмайды. Айбеке тұр. Сен ба түрткен? Түрткен адам кім еді бізде? Балауса, сен түрттің ғой, сен мафия болдың ба? Ойын шартына сәйкес сен бізге өлең айтасың енді. Айта ғой. Тыңдаймыз. Кез келген өлең. Ұзақ? Мақұл, 4 қатар болсын, айтшы. 2 қатар болса да. Айт. Дауысын шығарып айтамыз. Дауысын шығарып айтамыз. Тыныш. Бола ғой. Бол. Жарайсың, рахмет. Ал оқушылар, серту сәтінде, біз уақытты тиімді пайдалану мақсатында серту сәтінде осындай ойын ойнап алдық. Келесі сабақта бұдан да күшті арасында ойын ойнатамын. Сау боламыз.